сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Айгерім Мұратбекова. Менің онлайн курсыма қош келдіңіздер. Жалпы осы шертер аспабын таңдағандарыңызға өте қуаныштымын. Себебі шертер аспабы қазіргі таңда сұранысқа ие аспаптардың бірі деп айта алмаймын. Өйткені бұл аспап көбіне техникалық жағынан болғандықтан көбінесе тек қана оркестр ансамбльдерде ойналады. Мен осы курста сіздерге шертер аспабын басқа қырынан көрсеткім келеді, шертерге арналған күйлерді үйреткім келеді сіздерге. Сондықтан мен өте қуаныштымын. Менің курсымды таңдағандарыңызға, мені таңдағандарыңызға және менің аспабым шертерді таңдағандарыңызға өте қуаныштымын. Ең алдымен жалпы мен сіздерге шертердің жалпы шығу тарихын айтып кетсем, құрылысын айтатын боламын да. Құрылысы қалай пайда болды, бұрынырақта қалай болды, соның барлығын мен сіздерге түсіндіретін боламын, көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі онлайн курсымның бірінші күні мен сіздерге осы шертер аспабын толықтай таныстыратын боламын. Оның ішіне не кіреді? Біріншіден тарихы, құрылысы, қазіргі таңдағы осы шертер аспабының рөлі туралы айтатын боламын, және де қағыстары, және де біз осы бір ай бойы не үйренетінімізді сіздерге толықтай айтатын боламын. Шертер аспабы бұл үш шекті шертіп орындалатын қазақтың көне аспаптарының бірі. Шертерді ертеректе қой бағатын қойшылар орындаған деген деректер бар. Себебі түрі өте қарапайым болған. Түрі қобызға ұқсас келген. Қазір мен сіздерге жеке суретін қойып қоямын, көрсеңіздер болады. Өйткені ол суретте ешқандай перне де жоқ, шайтан тиегі де жоқ, тек қана қобызға ұқсатып, ойық мына жері. Ойық, сосын терімен қапталған болған, кішкентай тиегі бар. Соған қарап көптеген этнограф ғалымдар бұны қобызға ұқсатқан. Дыбысы өте қоңыр, домбыраға ешқандай ұқсамайды. Ең алғаш сол біздің Семей өңірімізде табылған. Домбыраға ұқсас, дыбысы домбырадан кішкене қоңырлау болған. Және де қазақтың көне музыкалық аспаптарының пайда болуын, олардың дыбысын толықтай зерттеген Болат Сарбаев. Және де Болат Сарбаевтың сол тынымсыз еңбегінің арқасында, зерттеулерінің арқасында қазіргі шертер оркестр ансамбльдерде өте көп қолданылады. Тіпті оркестр ансамбльді бұл аспапсыз елестету мүмкін емес, себебі техникалық жағынан пайдасы өте көбірек деп айтуға болады. Жалпы мен сіздерге осы онлайн курсымда шертерді басқа қырынан көрсететін боламын. Біз осы онлайн курста 3 күй үйренетін боламыз бір айдың ішінде. Жалпы шертерде күй ойнау деген не деген сұрақ бәріңізде туындауы мүмкін, себебі мен өзім де білмегем, что осы шертер аспабында күй ойнау керек. Күй ойнауға болатынын тіпті мен білген де жоқпын. Кейін оқуға түскеннен кейін күйді ақырындап түсіндім, әлі де түсініп келе жатыр. Біз осы онлайн курсымызда шертерде 3 күй үйренетін боламыз, 3 түрлі қағыста. Үйрету жүйеміз бұл біздің сандық жүйе бойынша үйретіледі. Сіздерге бағана сабақтың барысында айтып кеткендей, мен сіздерге бір айдың ішінде 3 күй үйрететін болам дедім, 3 түрлі қағыспен. Соның біріншісі бұл іліп алу. Іліп алу дегеніміз кәдімгі шектерді іліп алу дейміз. Бұны мен ең бірінші сабақ кезде толықтай түсіндіретін боламын. Одан кейін екінші қағысымыз біздің ол қара қағыс кәдімгі. Қазірдан кішкене дыбыс келмейді. Қара қағыс кәдімгі төмен жоғары ала беретін қағысты айтады. Қазір. Үйренетін үшінші қағысымыз бұл теріс қағыс деп аталады. Яғни жоғарыдан төмен қарай ғой. Үшінші шек бізде сонымен
неге бірден осылай деп үйретіп кетпедім, себебі шертер аспабы көп танылмағандықтан сіздерге барынша мәлімет бергім келді. Және де кейінгі сабақтар барысында сіздерге тағы да көптеген мәліметтер беретін боламын. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, тағы да рахметімді айтамын. Шертер аспабын және де мені ұстаз қылып таңдағандарыңызға көп рахмет. Мен өте қуаныштымын. Осындай біздің өнерімізді түсінетін жастар қазір көбейіп келе жатқанына. Рахмет. Келесі сабақта жүздескенше сау